Достар, банк жабатын боламыз. Свежий салат деп аталады. Менімен бірге дайындаңыздар. Ең алдымен сырты ашылған, туралған помидор, кейін болгар бұрыш, татысы, ащысы, укроп, чеснок, қияр, тұз, бұрыш барлығы қажет болады. Даладағы отқа пісірсеңіздер де болады, немесе үйдегі газге де бола береді. Ең алдымен помидорды дәл осылай қазанға саласыздар, майсыз қуырасыздар, үстіне тұзды салып, жақсылап бір қайнатып аласыздар. Бір қайнағаннан кейін үстіне осындай үлкендеу етіп туралған чеснок саласыздар. Негізі чеснокты қалай салу өз қалауларыңыз бойынша сала бересіздер, негізі майдалап турасаңыздар да бола береді. Үстіне осындай ащы бұрыштармен 4 дана салып жібердім өз қалауларыңыз бойынша. Кейін үстіне үлкендеу туралған осындай болгар тәтті бұрышын саласыздар да жақсылап бір араластырып жібересіздер. Араластырғаннан кейін бір қайнағаннан кейін жарты сағаттан кейін үстіне қияр саласыздар. Қиярды дәл осылай кезесіздер. Кейін қияр салғаннан кейін шекерді салып араластырып, бір араластырғаннан кейін бұны қайнатуды қажет етпейді. Сосын үстіне укропты да қосуды ұмытып кетпеңіздер. Укроп әдемі дәм береді салатқа. Енді дәл осыны жабуға кірісеміз. Ең алдымен банкны осылай парттап алуды ұмытпаңыздар, булап алуды. Сосын міне осылай дәл видеода көрсетілгендей өздеріңіз осылай құя бересіздер. Қыздар, менің арнамда басқа да керемет банка жабу түрлері бар. Соленый огурцы жабу бар. Кез келген түрін көре аласыздар. Дәл осылай барлығын банкіге салып болып, үстіне кішкене уксус себуді ұмытып кетпеңіздер. Дәл осылай закрывашкамен жапсаңыздар керемет қыстық банкілер дайын. Менің арнама тіркеліп, каналым ұнаса лайк басып, колокольчик басып кетуді ұмытпаңыздар. Қыздар, мен сіздерден кері реакция күтетін боламын. Каналға тіркеліп кетіңіздер.